Армысыздар, құрметті көрермен, бұл саулықтың сыры бағдарламасы. Мен Тахир Сұлтан және де саулықтың сыры орталығының бас маманы, менің әріптесім Жанат Мейірханқызы. Армысыздар ағайын. Ал біздің ортамызда отырған Алтынсарай есімді біздің керемет апамыз 2023 жылдан бері біздің саумалды ішіп жүр екен. Сәлеметсіз апа, қалыңыз қалай? Саламатсыздар, айналайын. Қал жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Мынау сіздерге алғысым шексіз. Мен 23 жылдан бастап жолдасымыз екеуміз ішіп жатырмыз. Сіздердің не осамал. Соны естігеннен кейін шалым в общем жатыр, тұрмайды ол кісі. Операция болған. Не болып қалды? Жығылып жұлынына зақым келген. 10 айдан кейін операция жасап, содан енді болмады. Қол аяғы жақсы қимылдамайтын, бір орында жататын и ұйықтамайтын. Аяқ қолы жаурайтын, давлениесі бар еді. Содан кейін осы саумалды естігенге мен өзімде давлением бар, учетта тұратынмын. Давлением көтерілсе, жүрегім ауа жетпей қалатын. И аяғым ауыратын. Содан кейін осы табиғи осы саумалды ішіп көрмеске не деп естіп, елден естіп, радиодан естіп, телевизордан естіп, соны ішуге бел буып, екеуміз де ішіп жатырмыз. Содан Құдайға шүкір, бірінші Алла, екінші сіздердің саумалдарыңыздың арқасында біз шалым түнде ұйықтайды, аяғы жаурамайды, бұрынғыдай басы ауырмайды. Мен өзімде давлениеде қазір ылғи дәрімен жүрушім, қазір дәрі ішпеймін. И аяғыма мазь да жақпаймын. И жүрегім ауасы да бұрынғы қалпына келді. Соған шексіз ризамын. Демек, баяғыда көрпені көп қалын түсемейсіздер. Жоқ. Оның үстіне аппетиті де ашылып, қаны жүгіріп, қаны жүріп жатыр, аппетиті ашылып жатыр. И басы да ауырмайды бұрынғыдай. Бұрын давлениесі де бар еді, қазір ауырмайды, и түнде де ұйықтайды. Бұрын ұйықтамайтын, түнімен ұйықтамайды. Түнімен ұйқы бермейді, маза бермейді. Мен қарап шығатынмын. Сағат сайын тұрып сөйтедім. Біз қазір шүкір. Атамыз ұйықтап, сізде біраз жақсы болып қалыпсыз ғой. Иә, жақсы болып қалды. Ұйқыңыз қанып жүрген шығар. Қанып жүр. Ой, бәрекелді. Атамыз енді тез сауығып кетсін, аяқтап кетсін. Рахмет, айналайын. Атамыздың жасы нешеде? 81-де. 82-ге келеді биыл. Жет деп айтайын деп қалдыңыз, кімді айтайын деп едіңіз? Өзімді айтайын деген ғой. Міне. 77-демін деп өзімді айтайын деген ғой. Бәрекелді. Атамыз 81-де, сіз 77-де. Жақсы, 100 жасаңыздар. Атамыз тезсіз аяғына тұрып кетсін. Содан кейін екеуіңіз қол ұстасы паркте жүруді нәсіп етсін. Ой, рахмет. Берікжан балама да рахмет. Постоянно звондап, хал жағдайымызды сұрап, саумал компаниясына звондап тұрады. Мына қызымды да енді, Жанатты да естеймін, айналайын. Радиодан естеймін. Радиодан естеймін, аха. Радиодан естеймін. Апа, енді 2 жыл көлемі болыпты ішіп жатқаныңызға. Осы уақытқа дейін қанша құтты тауыстыңыздар? Ой, алған сайын ең бірінші бастағанда 6 флаконын алғам. Одан кейін 10-10-нан аламыз. И өздері де жаңа қосымша ғып береді. Соны қалай басында қалай ішетінімізді айтты, солай ішіп, ылғи қалай ішіп жатсыздар деп сұрап тұрады. Қанша жыл болды неде тұрғаныңызға? Учетта тұрғаным 5-6 жыл болды. Енді учеттан шығып орынды босаттыңыз ба, жоқ әлі жүрсіз ба ұстап сол орынды? Босаттым ғой. Босаттыңыз ба, дұрыс. Ол орын бос болып тұра берсін, ешкім бармасын. Ең бастысы давленияларыңыз көтерілмесінші, сіздерді ойлап осы шашым ағарып кетті, мынаны қараңызшы, мына не болды мынау? Апа, енді өзіңізде жаңағы қан қысымынан бөлек қандай шағымдар бар денсаулығыңызда? Қандай шағымдар болғанда, менің енді ол сіздерге қатысты емес, менде астрахандроз бар. Қанша уақыт болды? Осы шалды көтеріп, ары-бері жатқызғалы бері астрахандроз болдым. Оны МРТ-ға түсірдік, сол астрахандроз дейді. Аяғым ауыратын, бұрын сіздердің елеріңіздің арқасында аяғым мазь жақпаймын қазір. Қазір қалыпқа келді. Саумалдың көмегі зор тиіп жатыр, жалпы буыныңызға сіздің. Мен енді келешекте мынау замандастарыма, құрдастарыма, ауылдық адамдардың бәрін айтып, бұл табиғи өнім. Осыны мінекей мен нәтижесін көріп жатырмын. Сендер 1 ай ішіп, 2 ай ішіп қоя салмаңдар. Мен құсап ішіңдер деп айтып жүрмін. Өзім подружкам жақында ғана алды, 1 ай болған жоқ, алып жатыр. Алып ішіп жүр. Қадірменді көрермен, егер де сіздер де мына Алтынсарай апамыз сияқты денсаулықтарыңызды түзеймін десеңіздер, онда қоңырау шалыңыздар, төменде көрсетілген нөмірлер сіздер үшін қосулы. Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін, компаниямыздың атынан сіздерге жеңілдіктер қарастырылған. Алтынсарай апа, өзіңіз қай салада жұмыс жасағансыз, еңбек еткенсіз? Мен 37 жыл сауда орнында. Жолдасымды екеуміз де сауда орнында. Союз кезінде ғой сол. Сізде қазір күшті мүмкіндік болып тұр апа.
сол алғысыңызды айтуға мүмкіндігіңіз болып тұр. Одан кейін сәлем жолдауым керек еді, осының бір хабарын білуім керек еді деген бар ма ондай адамдар? Мынау камера сізге қызмет жасайды, апа. Мархабат. Саумал компаниясына рахмет айтамын. Осыны ойлап тапқан адамдарға еңбектері жана берсін, жоғарыдан көріне берсін. Барлық Қазақстанның азаматтары денсаулықтарында кішкене несі болса, осы саумалды ішуге Кеңес бересіз. кеңес беремін. Сәлем жолдайтын ешкім жоқ па немене? Ешкім жоқ, оны шалым қызғанып қалады ғой. Мәссаған. Ешкімге сәлем Апа, жолдамаймын. сіз 77-десіз. Иә. Атамыз 81-де. Иә. Қызғанып қалады дейсіз ба? Қызғанып қалады. Не деген мәхаббат бұл? Мен бағана ол кісіні айтпай қалсам, ол өкпелеп қалатын еді. Ойбай, атамыз өкпелемесін. Айтыңыз, не айту керек атам туралы? Айтыңызшы. Айттым ғой, бәрін айтып қойдым уже. Шынымен ба? Шынымен айтып қойдым. Онда атамызға сәлем жолдап қойсаңызшы. Сіздер жолдаңыздар. Мен жолдағаным. Иә, Алтынсары апамыздың жігітіне біздің атамыздың есімі кім? Қонақбай. Әне, Алтынсары апамыздың жігіті, кавалері, нағыз азаматтардың азаматы Қонақбай атамызға біздің атымыздан, Нео Саумалдың атынан, BB Partners компаниясының атынан үлкен дұғай жалынды сәлем. Тұрып кетсін. Иә, еркелеп үйтіп жатудың қажеті жоқ, ата, сіз әлі жассыз. Орныңыздан ертерек тұрыңыз, саябаққа барыңыз, ол жерде қаншама керемет әдемі талдар, гүлдер бар. Соның арасында апам екеуіңіз қолдарыңыз ұстап, серуендеп жүріңіздер. Біз оны ұстаттарыңыздан сұра аламыз, сосын кейін Инстаграмға саламыз десең. Апа, бәрекелді, мынау жақсы әдемі сұхбат болып жатыр. Басқа да өзіңіздің мынау бойыңызда, денсаулығыңызда қандай да бір ауыратын жерлер бар ма? Саумалды ішкелі бері асқазаным шүкір. Өзім хронический гастрит едім. Соның бәрі уже Құдайға шүкір ауырмайды. Дәрігерге барып қаралдыңыз ба? Бәрін өткен. Тексерістен өттіңіз ба? Тексерістен өткем. Саумалды ішкеннен кейін де бардыңыз ба? Ішкеннен кейін жақсы деді. Мен айттым, саумал ішіп жүрмін, не о саумал. Бастап қойып, бір ай, екі ай ішіп болмайды. Қоя салмай, до конца оны ішу керек, иә. Ол ішкен сайын өзіне жаңағы несі ашылады, иммунитет көтеріледі, аппетит ашылады, бәрі в общем, жеңіл болып қаласың, бәрі жақсы. Дұрыс айтасыз. Төменде көрсетілген нөмірге қоңырау шалыңыздар, тапсырыс берем десеңіздер мархабат. Бұл BB Partners компаниясы ұсынған Нео Саумал Қазақстандағы нөмір 1-ші отандық өнім. Ал апа, жақсы әдемі сұхбат болды. Біз құрғол келген жоқпыз. Алтынсары апа, айтсаңыз, қанша бала, қанша немере, қанша шөбере? Менің енді өзім 5 балам бар. 3 қыз, 2 бала. Солардан 11-12 немерем бар. Шөбере бар ма? Шөбере біреу бар. Бәрекелді. Апа, мынау біздің жаңа журналымыз. Бұның ішінде жаңа мағлұматтар. Енді мынандай бір әдемі орамалымыз бар. Орамал тағып атқан апаларды көрген шығарсыз өзіңіз. Иә, рахмет. Осындай сізге бір Рахмет. орамал. Апа, сондай-ақ сізге және де атама екеуіңізге өздеріңіз енді бөліп аласыз. Білмеймін енді, екеуін атама беріп, біреуін өзіңізге алып қаласыз ба, әлде екеуін өзіңіз алып атама біреу бересіз ба? Енді оны өздеріңіз шешіп аласыздар. Беретін мен ғой оған. Ол жағынан сен басыңды қатырмай қой десеңші. Теңдей бөлеміз. Апа, мынау сізге біздің саумалымыз. Рахмет. Сыйлыққа. Жұмыстарыңыз алға, еңбектеріңіз жоғары көтеріле берсін, жастар өссін. Біз кәртейіп, немерелердің қызығын көріп жүре берейік. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Жолдарың болсын айналайын. Көп рахмет сіздерге. Керемет. Барлықтарыңызға жігіттер, көп рахмет. Сосын әмин. Қадірменді көрермен, төменде көрсетілген нөмірлер сіздер үшін қосулы. Тапсырыс берем десеңіздер мархабат, қоңырау шалыңыздар. Қазақстанның кез келген жеріне тапсырыс берсеңіз, жеткізіп беру қызметі тегін. Қазақтай асқақ ел барда, саумалдан асқан ем бар ма? Келесі хабарымызда, келесі бағдарламамызда мүмкін сіздің үйіңізде Жанат Мейірхан екеуміз болып қалуымыз мүмкін. Әбден мүмкін. Келесі хабарымызда жолыққанша аман сау болыңыздар.